Барлықтарыңызға сәлем. 5 минут уақытыңызды құрта отырып, май қатқан ыдыстарды тап-таза қылудың оңай тез әдісімен бөлісетін боламын. Бүгін менде ең бірінші осындай алюминий табалар, бұлардың май қатқандығы сондай, өздеріңіз түрінен көріп тұрсыздар. 2 түрлі таба. Одан кейін мантаварка. Бұл мантаварканы мен сарайдан таптым. Бұл мантаварканың сыртындағы майлары қарапайым ферриға, қарапайым қыруға көнбейді. Сол үшін бүгін сіздерге ұсынатын керемет әдіспен жуатын боламын. Сонымен қатар осындай чеснокты, сарымсақты өткізетін құрал. Ең бірінші бізге керегі суды толтырып аламыз. Одан кейін керегі кір сабын, кез келген порошок, бүгін менде миф, одан кейін сұйық май, сосын кез келген ыдыс жуғыш және сода. Бізде арнайы ыдыс жууға арналған осындай кастрюль бар. Бұл кастрюльді сарайға қайнататын боламын. Ең бірінші кастрюльге суымызды құйып, оны қайнатамыз. Содан кейін 12 қасық порошогымыз саламыз. Менің порошогымның асты кішкене қатыңқырап қалған. Сол үшін де қасыққа салынған уақытта кішкене ыңғайсыздау салынып жатыр. Дегенмен де 12 қасықтан кем болмау керек. Порошоктарыңыз 12 қасықтан көп болса да бола береді. Кейін содамызды саламыз. Сода менде азғандай қалған. Өздеріңіз көріп тұрғандай 3-тен 1-і, осындай соданың 3-тен 1-ін саламын. Бұл да негізі кемі 12 қасық. Ары қарай өзіңіздеріңіздің қалауларыңызша көптеп сала берулеріңізге болады. Енді 1 шай кесе сұйық майымызды құямыз. 1 шай кеседен кем болмау керек. Сіздің ыдысыңыздың майлылығына қарай 1 шай кесе немесе 2 шай кесе салсаңыз да болады. Одан кейін ыдыс жуғышымызды саламыз. Бұл көз деңгейінде. Ыдыс жуғыштан бөлек бізде порошок, сода, сабынымыз болғандықтан ыдыс жуғышты ондай қатты көп құйған жоқпын. Келесі бізде кір сабын. Негізі кір сабын жақсы еріп кету үшін бірнеше бөлікке бөлген дұрыс. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, үккіштен өткізгендеріңіз жақсы, бірақ мен үккішті бүлдіргім келген жоқ. Сосын осылай пышақпен турауға кірістім, бірақ пышақпен турауға кір сабын өте қатты екен. Қолымның күші жетіңкіремеді. Бұлай көрдім, ортасынан да бөлуге тырыстым, бірақ оны бөле алмағасын. Сол күйінде енді ыссы суға ең бастысы ериді ғой деп салып жібердім. Салып жібергенімде жақсы болған екен. Ең соңында кір сабынынан ештеңе қалмай толықтай еріп кеткен екен. Дайын болған суымызды кішкене араластырып, сәл сарқылдатып аламыз. Қатты сарқылдатпағанда дұрыс, себебі қолға тиіп кетуі мүмкін. Ең бірінші мен өстіп астыңғы жағына өте қатты май қатқан ыдыстарды салдым. Алюминий ыдыстарды, табаларды. Содан кейін барып мантаваркаларымды салдым. Мантаварканың бірнешеуін қатарынан салғым келген, бірақ сыймайды. Сол үшін де бастапқы 2-ін салып, қалған 2-ін келесі қайнатуға алып қалдым. Суым қайнағанша мені күнделікті тамақ пісіріп жүрген табаларымды көрсетейін. Бұл табаларға мен кайдзен әдісін пайдаланамын, яғни аз-аздан. Негізі тамақ пісіріп болғаннан кейін міндетті түрде бұл табалардың сыртын күн сайын 1-2-3 минуттан қырып жуамын. Сөйтіп 3 айдың ішінде осындай жылтыраған 2 түрлі таба пайда болды. 1 сағат қайнаған суым дайын. 1 сағат бойы суды қайнатып, негізі егер сіздің ыдыстарыңыз өте қатты майлы болса, 2-3 сағатқа қайнатып қойсаңыздар да болады. Немесе 1 сағат қайнатып, сол суға салып қойсаңыздар да болады. Мен арнайы бұл суды суыту үшін сыртқа шығарып қойған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай, темір ыдыстағы майлардың барлығы ешқандай сымның, пышақтың көмегінсіз-ақ өзі сылынып түсіп қалған екен. Міне өте керемет. Егер сіз бұны қолмен жуатын болсаңыз, қаншама уақытыңыз, қаншама күшіңіз кететін еді. Бұл қоспа қақты кетірмейді, естеріңізде болсын. Ең бастысы тек қана майды кетіреді. Менің мантаваркамның астыңғы жағындағы қақтары міне кетпеген. Бірақ майды кетіргендіктен өзім риза болып отырмын. Жалтырап қалды. Міне өздеріңізде үйлеріңізде пайдаланып көрсеңіздер болады. Енді біз сарымсақты уатқышты қараймыз.
міне осыны тап-таза болып қалған. Егер бұны қолмен жуатын болсақ, әрине пышақтың көмегімен, қырғыштың көмегімен ұзақ уақытымыз кететін еді. Енді бізде ең бастысы мына қазан. Бұл қазанды көріп тұрсыздар, сыртындағы майлардың барлығы қолмен қырғанның өзінде түсіп жатыр. Негізі бұл қазанды мен толықтай ағарту үшін қырғыш пен пышақтың көмегін пайдаландым. 10 минут уақытым кетті. Бұл қоспа осындай қатып қалған майларды қатты ертеді екен. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай, міне до және после. Бұл арнайы суға салынған және салынбаған екі түрлі мантаваркам. До осындай таба мен мантаварка болатын. Енді после міне табамыз осылай жылтырап қалды. Бұл табаны жылтырату үшін маған 10 минут уақыт кетті. Қырғыз және пышақ қажет болды. Ал мантаваркама еш нәрсе керек болған жоқ. Мантаварканы сумен жуып та тазалап алдым.